Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы от жұмыстары. От жұмыстары бізде газ шаруашылығында кеңінен қолданылады. Ол барлық газбен пісіру және кесу жұмыстары, ол битуммен байланысты жұмыстар, бұл дәнекерлеу жұмыстары. Жалпы от жұмыстарын айтатын болсақ, оларға мынандай анықтама беруге болады. Аты айтып тұрғандай, ол ашық отты пайдалану арқылы істелінетін жұмыс. Бұл от жұмыстарын орындау кезінде ұшқындар, искра пайда болуы мүмкін, немесе жоғары температураға дейін қыздырғандықтан тұтану пайда болады. От жұмыстарының түрлерін айтатын болсақ, ол төменде көрсетіліп тұрған жұмыстар, битумды отпен қыздыру жұмыстары, себебі тұтанып кетуі мүмкін. Келесі газбен және электрмен пісіру және кесу жұмыстары, бензинмен және керосинмен кесу жұмыстары, дәнекерлеу жұмыстары және механикалық құралдармен металлды кесу жұмыстары. Яғни бұның барлығы болат құбырларды кесу барысында, пісіру барысында орындалатын отты жұмыстар екен. Бұл жұмыстар қауіпті болып саналғандықтан барлық жұмысшылар жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етіліп, нұсқамамен танысып, еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау керек. От жұмыстарының түрлеріне келетін болсақ, ол үш түрі болады. Біріншісі қарапайым жұмыстар, яғни бұл жұмыстарды орындаған кезде наряд рұқсаттама беріледі. Жұмыстардың барлығы осы нарядқа сәйкес орындалады. Келесі екіншісі бұл күрделі жұмыстар. Бұны наряд рұқсаттамамен қоса осы жұмыстарды орындау жоспары беріледі. Бұл газ құбырының технологиялық жабдықтарымен газ құбырында орындалатын жұмыстар. Келесі үшіншісі ол кешенді жұмыстар. Бұнда бүткіл технологиялық процесстермен байланысты объектілерде орындалатын жұмыстар бұл табылады. Жаңа айтып кеткенімдей, отты жұмыстарға наряд рұқсаттама рәсімделеді. Белгіленген үлгіде. Отты жұмыстардың түрлерін атап өтіп кеттік қой. Мына жерде суретте көрсетілген құбырның ішіндегі жұмысшының пісіру жұмыстарын орындауы. Яғни бұның барлығы пісіру және кесу жұмыстарымен байланысты болғасын, мұнда ацетиленді немесе оттекті баллондары қолданылады. Сондықтан келесі видеороликке көңіл аударайық. Бұл кезде осы баллондармен қатысты қандай қауіпсіздік ережелері сақталады. Перемещать баллоны на небольшие расстояния разрешается путем перекатывания в слегка наклоненном положении. Переносить баллоны на руках или на плечах запрещается. Перемещать баллоны из одного помещения в другое необходимо только на специальных ручных тележках или на специальных носилках. Вентиль баллонов необходимо открывать плавно, без рывков. Если открыть его не удается, следует пользоваться специальным ключом. При этом закрывать вентиль ключом не рекомендуется. Бүгінгі тақырып бойынша осы. Назарларыңыз үшін рахмет.